Видеоны бастамас бұрын достар, сіздерге мистер Греймердің GTA 5 прокачка KZ деген группасын ұсынғым келіп отыр. Сіздер бұл группадан сапалы накрутка, яғни прокачка десе айтса да болады. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің ақшаларыңызды көбейтулеріңізге болады, және де GTA 5 ойында уровендеріңізді көбейтуге болады. Бұл сапалы хостинг. Бұл хостингтің бағасы $300 тұрады. Бір $100 өзінде 30 мың теңге болғандықтан $300 сіздер 100 мыңнан артық теңгеге сатып алған хостинг. Бұл өте сапалы. Бұл группадан жасалған прокачкалар ешқашан баналмайды деп сіздерге гарантия бере аламын. Және де бұл жерде GTA 5 готовый аккаунт, яғни дайын аккаунт сатып алуға болады. Ең қымбаты 8 мың теңгеге $2 миллиард сатып алуға болады достар. $2 миллиард былай қарап отырсаңыздар GTA 5-та бүкіл өмірлеріңізге жетеді деп айтсам да болады. Сондықтан сілтемесі төменде. Ал олай болса біздің видеоға кеттік. Ассалаумағалейкум, мен сүйікті көрермендерім, сіздермен мен бүгін Мега Шоу. Достар, бүгін біз GTA 5 онлайннан машина сатып алатын боламыз. Бұл машинеға сіздерге көрсетем. Жаңадан шыққан машина, қазір көресіздер, өздеріңіз легендарныйға кіреміз достар. Одан кейін мына жерде менде мысалы Pfizer Comet SR дейді. Білмеймін, атын дұрыс оқымай тұрғанда шармын. Айып етпейсіздер деген үміттемін. Одан кейін достар, мінекей. Так, выходит в ограбление дейді, суднеден. Так, достар, мен көшеде тебетін машина, мен бұл машинаны жасыл түсін алайын ба? Қалай ойлайсыздар, қызыл түсін алған дұрыс па? Менше жасыл түс алған дұрыс секілді, себебі жасыл мұсылман түсі болғандықтан сол жасылға заказ береміз. Достар, мінекей 1 миллион қанша? 1 миллион 603 мың теңге кетті. 630 мың теңге кетті. 1 миллион 630 мың. Енді Алла қаласа қазір кел қалады деген ойдамын. Достар, одан кейін сіздерге бір өтініш болып тұр. Мен қазір видео түсірмей кеткеніме көп уақыт болды, сондықтан да қазір активностьім өте төмен болып тұр. Сондықтан да лайктарыңызды басып каналға жазылып кетіңіздер. Достар, мінекей біз қазір заказдың келгенін күтіп тұрмыз. Олай болса мен жаңадан алған немемді көрсетіп жіберейін сіздерге, үйімді. Бұл үй достар высший класс, яғни $1 миллион $100 тұрады. Міне достар, мен жаңадан алған үйім, қараңыздар. Мына жерде деген так, міне жаңадан алған үйім пентхаус деп аталады. Бұл 2 этажды үй. Түф, қалан қараңыздаршы, өте әдемі де достар. Смело лайктарыңызды басыпсаңыздар, одан кейін қазір төбесіне шығып сіздерге көрсететін боламын. Мінекей мына жерге келген кезде мына жерде мен жатамын, мына жерде шығып былай ойланып деп айтсам да болады, басын биік көтеріп қойып. Мына жерде киім ауыстырамыз достар. Одан кейін міне ваш новый транспорт был доставлен в ваш гараж. Яғни мен немем келді достар, мінекей менің үйім. 1 миллион қазір көрсетіп жіберейін. Так, мінекей династияға кіреміз, деньги услугида династия деген тұрыз. Осы үй достар, мен ана үйді сатып алғам, сондықтан да неме болып тұр, қалай айтсам болады, көрінбей тұр сіздерге. Әйтпесе бұл үйдің бағасы $1 миллион $100 тұрады достар. Так, мінекей мына жерде мен ограбление миссиялар өтем, мына жерде 2 компьютер, геймерский компьютер деп айтсам болады, мына жерде мен микрофоным тұр, наушнигімен. Одан кейін қазір біз астына түсетін боламыз достар. Сол машинаны тюнинговать етеміз. Міне достар, гелик қараңыздар, тюнинговать етілген. З-ны басқан кезде көрінетін болады. И страховка дейді, көрдіңіздер ғой. Міне мына машина, бағана айтқаным, өте керемет машина деп айтсам да болады. Міне жасыл түсін алдым, әдейі ерекше қылып. Мына менше бар ғой достар, бір алдын қарасаңыздар BMW i8-ға ұқсайды достар. Салонды қараңыздар, қазір сіздерге көрсететін боламын, ат первый лица айдап, яғни тура рульдің жанында айдайтын боламын. Так, первый лица міне. Түх, шіркін достар, өте керемет, жаңадан шыққан машина. Түх, разгонды қараңыздар, өте әдемі достар, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ұнаса лүпілдетіп отырайық. Мінекей, менде қату мүмкін. Бұл компьютердің iCore 5 дейді ғой, iCore 5, так, озуы 4 гигабайт. Одан кейін Nvidia 640 достар, GT. Қазір бұл машинаны тюнинговать ететін боламыз. Брониран ең соңғысына торымызды, так, ең соңғысына гоночный торымыз қоямыз, двигательді 4-ші уровеньге қоямыз, гүліштілді. Так, достар, менше остыра берген дұрыс па, әлі осы ма? Осын қойық, гүліштілі әдем болыпсың да. Так, радио дейді, жоқ, бұл керек емес. Так, қандай қойсам болады? Мынандай қойым ба, әлі өзіңпен тұра берсін ба? Так, менше жасылды қойған дұрыс секілді достар. Осын жасылды қой, капот дейді. Капоттан андай қойым ба? Жоқ, керек емес, капот өзі әдемі. Так, клаксон дейді, керек емес, менше фар дейді. Фарды қойық осы. Одан кейін, так, оң жақ сол жағына неме қойып тастаймыз. Так, мынандай көк қойып қойық. Жасыл цветке көк жарасады деп ойлаймын, сіздерде
мындай ойлайсыздар деген эптемин. Так. Одан кейін артына дейді. Арты от не, арты қап-қара болып тұрған дұрыс, себебі керемет көрінетін болады. Так, номер желтый на черный. Давай. Основной свет керек емес, крыша дейді. Крышасын қалай қылайын? Жасыл болып тұрсын ба? Жоқ, жасыл болып тұрсын. Өйткені пороги дейді. Так, нан қойған дұрыс па? Да, дұрыс. Жоқ. Қойған дұрыс секілді. Подвеска түсіріп тастаймыз. Так, типа Lamborghini секілді болып қалсын. Гоночный қоямыз. Так, турбо дейді. Турбочинник қоямыз. Так, колеса дейді. Асын немесін ауыстыратын боламыз. Спорт дейді. Спорт емес, эксклюзивный қойық. Так, қандай қойсам болады? Төф, достар, қандай қойсам болады? Барлығы жарасты секілді бұл машинеге. Так, біз деген жоқ, өз дискісі әдемі секілді менше. Өз дискісі тұрсын. Так, свет колеса дейді. Так, шин, дизайн шин. Жоқ, шин. Давайте, керек емес қой, да? Дым дейді. Так, қандай? Көк қойын ба? Көк. Синий дым. Қазір жүрген кезде көк неме береді. Стекла дейді. Так, конечно, лимузиндікін қоямыз. Достар, мінеке, төф, біздің машинені қараңыздар. Төф, дауысын қараңыздаршы, бақырып тұрған. Төф, не деген дауыс бұл. Так, музыканы өшіп тастаймыз. Одан кейін, так, мінеке, қазір ат беру лица вообще деймін ғой. Төф, осы машине құладым мен, не айтым, құламағанда енді мынандай машинеге. Так, одан кейін, так, мынандай машинені соғуға болмайды, сондықтан да правиламен жүретін боламыз. Достар, осындай видео сіздерге ұнаса, лүпілдетіп отырыңыздар, тағы да лайктарыңызды басып, сіздердің әрбір басқан лайктарыңызды маған мотивация деп айтсам да болады, қолдау, көмек. Мен сіздер әрбір лайк басқан сайын, көрермен саны көбейген сайын видео түсіруге деген құлшынысым арта түседі. Төф! Жарқып кетейін осылай дейді. Жоқ, менше или байынан түсірген дұрыс па? Байынан түсіректі. Үсті түсірген дұрыс. Так. Үсті түсірсін. Сіздермен болған Бека Шоу, достар. Сондықтан да лүпілдетіп лайктарыңызды басып отырыңыздар. Жұлдыздай жарқырайды, толқындай сарқырайды кет.